Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында майонез дайындаймыз. Оған керекті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен жұмыртқаның сарыуызын миксермен ағарғанша араластырамыз. Бізде осындай қою масса пайда болады. Кейін үстіне сұйық майды аз-аздан құйып, миксерді өшірместен араластырамыз. Бұл процеске шамамен 5-7 минут уақыт қажет. Массамыз қоюланғанда дәміне қарай тұз, бұрыш, горчица қосып, тағы да араластырамыз. Майонез жақсы сақталу үшін 9% уксус қосамыз. Егер уксус қосқыңыз келмесе, лимон шырынын қосуға болады. Осымен майонез дайын. Дәмі өте керемет шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.